Баршаңызға қайырлы күн достар. Жазда халықтың басым көпшілігі базар мен сауда орындарына қарбыздың шығуын асыға күтеді. Жаздың соңғы тамыз айы қарбыздың әбден пісіп жетілген мерзімі болып есептеледі. Әсіресе аптап ыстықта шөл басу үшін бұл өнімнің пайдасы сөзсіз. Алайда кейбір ауруы бар жандар үшін қарбызды пайдалану зиян келтіруі мүмкін. Бүгін біз қарбызды қандай пайдасы бар және қандай зиянды жақтары бар толығырақ талқылайтын боламыз. Каналға жазылмаған болсаңыздар, видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Барлық адам сүйсіне жеп, жаз шыға салысымен сатып алуға асығатын қарбыздың 92% судан тұрады. Оны адам организм тазалауда пайдасы орасан зор екен. Оның құрамында А, В6, С дәрумен топтары кіреді. Сондай-ақ антиоксидант және аминокислота секілді пайдалы компоненттер бар. Ыстық күндері қарбыздың маңызы тіптен арта түседі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше ең жоғары деңгейдегі дәрумендердің барлығы қарбызда екен. Әдетте мұндай жағдай тек қызыл көкөністерде, жеміс-жидектерде кездеседі екен. Сонымен қатар қарбызда ликопен компоненті бар. Оның жүрекке, сүйекке пайдасы өте зор. Денедегі ликопен басқа каротиноидтар сияқты А дәруменіне айналмайды. Пигмент күшті антиоксиданттық қасиетке. Көптеген зерттеулер тағамдағы ликопеннің жоғарғы мөлшері жүрек және қан тамырлары ауруларының қаупін төмендететінін көрсеткен. Кейбір зерттеулер тіпті қуық асты безі мен ішек қатерлі дамуы азаяды деп мәлімдейді. Қарбыздың адам ағзасына тигізетін пайдаларын атап айтатын болсақ, ағзадан токсин, шлак және басқа зиянды заттарды жуып шығады. Құрамы 92% судан тұрады. Шөл басуынан тыс өт пен бүйректі айдайды. Ағзаның су-тұз қатынасы балансын сақтайды. Құрамындағы мол клетчатка мен пектин ішек қызметіне пайдалы. Магний, калий, В тобындағы дәрумендер мен аскорбин қышқылы жүрек қан тамырлары және жүйке жүйелеріне жағымды әсер етеді. Фолий қышқылы есте сақтау қабілетін арттырып, ми қызметін жақсартады. Темір анемияға ем. Цитрулин қан тамырларды кеңейтіп, қан айналымды жақсартады, ерлердің жыныстық белсенділігін арттырады. Асқазандағы қыжылды жақсы басады. Қабынуға қарсы әсері бар. Дене қызуын түсіреді. Зиянды микробтарды ағзадан айдайды. Ангина кезінде қарбыз суымен тамақты шайса, қабыну процесі басылады. Антиоксиданттарға бай болып келеді. Соның ішінде ликопеннің онкологиялық аурулардың алдын алуға көмегі зор. Салмақ тастауға керемет көмегі бар. Құрамында глюкоза тоқтық сезімін береді. Калориясы төмен. Қарбыз қай кезде зиян? Пайдалы саналатын кез келген тағам шамадан тыс тұтынғанда зиянын тигізетіні жалпыға белгілі. Жас баладан кәріге дейін сүйсініп жейтін бұл жемістің адам ағзасына қандай да бір зияны бар екенінде диетолог дәрігерлер растайды. Қарбыз толығымен дерлік судан тұрып, калориясы өте төмен болғандықтан, оны шексіз мөлшерде жеуге болады деп жаңсақ түсінік қалыптасқан. Бірақ бұл дұрыс емес. Қарбыз қарапайым көмірсуларға бай, сондықтан бұл гликемиялық көрсеткішті жоғарылатады. Одан пайда болған қантты кетіру үшін ағза көп су жұмсайды. Осы себепті қарбызды шамадан тыс жеген кезде бүйрекке артық жүктеме түсіп, ағзадағы улы заттар ғана емес, судың кеткен мөлшерімен қажетті минералдар да бірге шайылады. Қарбыз бұл жақсы несеп айдаушы. Дәл осы үшін оны несеп тас ауруы бар адамдарға жеуге кеңес берілмейді. Өйткені тастың көбеюіне әкеп соғуы мүмкін. Сондай-ақ жүктіліктің соңғы мерзімде жүрген әйелдерге мейлінше бас тартқан жөн. Яғни бұл жағдайда онсыз да дәретханаға жиі баратын жандарды екесе жүгірте түспек. Оған қоса 3 жасқа дейінгі кішкентай балаларды қарбызбен тамақтандыру ұсынылмайды. Бұл аллергияға емес, ең алдымен қарбызды өнеркәсіптік өсіруде қолданылатын тыңайтқыштар, нитраттар және басқа зиянды заттарға байланысты. Олар сыртқы қабатында көп мөлшерде жиналатындықтан, ересектерге де қарбызды қабыршағына дейін жеуге кеңес бермейді. Еті тәтті қарбыздың гликемиялық индексі 65-70%-ді құрайды. Ол өте тәтті қарбызда одан да жоғары болып келеді. Яғни құрамында қант мөлшері өте көп. Қарбыз жұмсағын ағзаға түскенде ұйқы безде өте белсенді түрде инсулин бөле бастайды. Ол қан құрамына өтеді де оны бауыр майларға айналдырады. Қант диабеті, панкреатит, жүрек қан тамырлары аурулары кезінде науқастарға бұл үлкен қауіп тудырады. Өт қабынуы, өттегі тас үлкен науқастарға қауіпті. Өт айдайтын қасиетін ескерер болсақ, процесс барысында өттегі тастар орнынан қозғалып кетеді. Өттің қабынуы асқынады.
тастар өт каналдары мен өт тамып тұрар көздерді бітеп қалар болса, қаупі орасан зор. Қарбызды өте салқын күйде жегенде өт қалташасы жиырылып қалады. Бұл науқастың жағдайын қиындатады. Бүйрегінде тасы, құмы бар науқастарға да дәл осындай қауіп бар. Асқазан ішек жолдарының қабынуы кезінде де асқынады. Ішектің бүріп ауруы бар науқастарға зияны бар. Қарбызға аллергиясы бар науқастарға да жайсыздық тудырады. Ерте піскен қарбызда нитрат көрсеткіші жоғары болады. Нәтижесінде ағзаның улану қаупі күшті. 2 жасқа дейінгі балалар мен емізулі аналарға мөлшермен жеген абзал. Кейбір жағдайда мүлде шектеу қажет. Простат аденомасы бар пациенттерге қарбыз жеуге тыйым салынады. Қарбызды жеке өзін жеу керек. Өзге тағамдармен араластырып тұтынған кезде асқазанды ашу процесі пайда болады. Нәтижесінде асқазан ішек аурулары қозып, қабынуға дейін жетуі мүмкін. Қарбыз туралы сіз білуге тиіс маңызды ақпараттар осылар. Қазір қарбыз сатушыларда, оны сатып алушыларда көп. Осы мезгілде қарбыздан уланып, ауруханаға түсетін жағдайларда жиі кездеседі. Дәл осы себепті жоғарыда берілген мәліметтерді әрдайым есте сақтап жүрген артық болмас. Осы видео пайдалы болса, достарыңызға да бөлісуді ұмытпаңыз.